Рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, әліппе, алғысым шексіз бір саған. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, міне бүгін сіздер кеше ғана білім баспалдағына алғаш рет қадам басқан бүгінгі мерекелеріміздің куәгерлері бірінші А сынып оқушыларының әліппемен қоштасу мерекесіне жиналып отырсыздар. Әліппені бітірді балаларым, әліппеден аралған даналарым, өзі оқып жазатын халге жетті. Құтты болсын білімі балалардың дей келе бірінші А сынып оқушыларын қошеметпен қарсы алайық. Ассалаумағалейкум ағай, қош келіпсіз ақ жауыптарына, шеттерінде мейіріммен нұр тамар. Алдарында қырғалдақта құлпырған біз аларымыздың балғын шақты балалар. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ болып бүгінгі өскен ойымызға. Қош келіпсіз ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойымызға. Жақсы біліп көрімдік, болсын сізге қалайық. Не үйрендік, не білдік, қане ортаға қалайық. Міне, біз бүгін бәрі ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі әліппені бітіріп отырмыз. Бүгін біз шексіз қуаныштымыз, өйткені алғаш хат танытып сауатымызды ашқан сүйікті әліппемізді бітірдік. Енді мен өзіме оқып жата аламын. Өз бетімше ертегі әңгімелерді де оқи аламын. Балалар, іші толы әріпте, білім тегі жарықте. Олай болса, бәрімізге қымбат, әліппені ортаға шақырайық. Армысыңдар жас достар, армысыңдар ата-ана, болашаққа жол әліппе келді ортаға. Менің атым әліппе, мен анандай дәріпте, мені оқып ер жетті, ағайын менен әпкемде. Білім деген ғажаптың әліппесінен келген, келешегі қазақтың басталады сендерден. Балалар, мен сендерді шақыртуларды алып, маған арналған мерекеге қуана-қуана
Ван кітапта басылған әліппе болу анасы. Әліппеде бастаған даналықтың данасы. Әліппе деген атында апалары сені ауызға жеңілме салуы тылсымдағы намысқа. Мынау менің әліппем көгілдір түсіндей. Ақырса жақын досымдай қымбаттан ақысындей. Танысып әліппемен білімге жол салып берген анамнан мен кем көрмеймін айналайын әліппемен. Білімге жол бастаған әліпбеге саған мен алғыс. Оғойда оған тастаған әліпбеге саған мен алғыс. Енді біз жаза аламыз әліппе осы әріпке. Риза болып саған жүріп жетті бізге әліппе. Әліппені быдырып, жазалың атымды, әліппені быдырып, бала болу мақсат. Білімін алып, мектепте, талай білімді оқимыз, айтқаны ертеңізде тоқимыз. Жазып таза болса кім, онда мен де келіппін. Білім алып, кейде алғаш мектепке. Меніңше елік әріпте, оқимыз қазы етекте, еткен оны әріпте. Әліппең мен әліппең сенің қолға алып мен есігін аштым мектептен ертеңгі сәулелі. Жарайсыңдар балдар, не еткен керемет, я? Нұрболат, біздің екінші үйіміз не екенін білесің бе? Әрине, ол біздің білім алатын ортамыз мектеп. Мектеп деме білім тегін мектеп біздің екінші үйіміз. Себебі біздің бір күніміздің жарысы осы мектепте өтеді. Сыныппен алтын ұя мектебі саған ендашыр алсын көпменің. Жүректерге жаққан білім шырағын мақтан етер сені мәзін мектеп. Ақын жазушыларымыздың керемет жырларына Жарайсыңдар. Балалар, мектепке бару үшін бізге алдымен не қажет? оқу құралдары қажет. Оқу құралдарының ішіне не жатады? Кім айтады? Оқу құралдарына. Дәптер, Сумка, пенал. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, біздің портфель бөлімімізді тамашалайық. Биікте емес аласа, бір портфельді жарысы, қызым қандар көре алмай, сыртында жер таласы. Сонда бұны кім алған, ішіне оның не салған, құлпын ашып көрейік, нелер барын білейік. Тук-тук-тук, кіруге бола ма, әлде біреу тұра ма? Әрине ешкім тұрмайды, тұрса үксіз болмайды. Әне пенал келеді, мүмкін пенал кіреді. Пай-пай-пай, шында әлемдемеді портфеліміз дегенде болса болар тек қана ертегілерінде жарқырап қарай, ішіне көз салайын. Кім тұратын жерде жаймай болайын, тук-тук-тук кіруге болар мекен? Кім тұратын білу мекен? Жауап жоқ сұрағы, онда өзім тұрамын. Енді әліппе келеді, портфельді ол да көреді. Есікті ашыр екен есігі, ішіне жайлап кірейін, кімдер барын білейін. Жақсы достар болса екен, бірге өмір сүрейін. Есікті ашып өсіріп, пенал ұшында ақылды, әліппені
Nasıl sakınız ömür sürecek. Şugur gelip tatlıcı gelip karayda oldu telmiri. Cazur caza bozak ondan neyde gerek var? Девушка, студа слышишь? Әліп бедай шүкірген адам қосты, қатар әдәптерді шедел қосты. Келләптен келіңіз, батырмен келіңіз, оқышы шынан қашан керек білдеп көріңіз. Түлендірген бір-бірін достарды күтіп алынды. Келім етті жүгіріп түрлі түсті қаланды. Пайда болып төртікте көп заман есікте. Айтып жатты жарасы өз ойларын есікте. Жақсы бағадан түрпен бес тағалады. Ұқыпты ынталы тәрбиелі болады. Әрине керек шығар бәрінде күншісі сиямыздар бұзады үйім. Тәртібін ен сабақтады. Күнде жақсы бағалар, оқушылар танысın. Түне осылай портфелдерде ішік толып кетті. Арттан жүгіріп екілікпен бірде жетті. Сүйікті әліппем, сізге арналған дайындап келген әнімізді қабыл алыңыз. Барлығымыз бірінші А сынып оқушыларының орындауында хорды тамашалаймыз. Әліппем хоры. Walk away!
жауап беріңдер. Дайынсыңдар ма? Дөп дөңгелек жүзік пе, әлде шеңбер ме? Мұны соққан ұста ма, әлде зергер ме? Жарайсыңдар. Екінші жұмба. Ата-ана мен барып сен пілді көргім бар екен. Осы талар басталған жарайсыңдар. Әжеде бар, атада жоқ. Әжеде бар, көжекте жоқ. Жарайсыңдар. Ірімшікті жедің ғой, тәтті кетпейді ғой. Жарайсыңдар. Сүйікті әліппе сыныптастарым, сізге арналған тақпақтарына кезек берейін. Бар әліптер үйреткен менің әліппе, жақсы оқып сабақты әліптер танымен. Osman kurtardı, güneşendi. Tasım ettim, taflar çektim. Alpimin mürmünü geldim. Kaytalayın Muhammed, Alpim Gökbel Ahmet. Ең ала салғанда бені қызылып қалай бермепті. Мен чүнішмақ болып қайғыз тазмағын сынап еді. Бүкіл қазақ баласы дәріп деген қоштаспақ сүйікті әзімен. Біземіз бәрімізді таныстырған сөз бен дыбыс әртүрлі әріпкемен. Asal berda aman bilim nisa sungat sandar apna hatta bilim nisa. Asal bilim nisa ko zuzanya halpa bilim kara bilim karayga halpa. Tiptimi bilim tiniz barajı yetişikimize vergen bilimler mazmini verir. Şaka belge salayabız, biz mektepke baramız, salam veru ustazga okup bilim alabız. Olay болса, оқуда озат баламынан мен Бақтияр Нұрханды қарсы аламыз.
кішкене техникалық ақаулар десем болады. Есіңіз ашылмай қалды. Әзірге балалар келемін дегенше сұрақтарға жауап бере тұрайық, иә? Балалар, біз әліппені бітірдік, дұрыс па? Біз әліппеден не үйрендік? Кім айтады? Балалар, әліппе біз ең бірінші дыбыстарды ажыратуды үйрендік. Солай ма? Дыбыстар қаншаға бөлінеді? Екіге. Жарайсың, екіге бөлінеді. Кім айтады қандай? Дауысты және дауыссыз дыбыстар. Жарайсың, дауысты және де дауыссыз дыбыстар. Енді балалар, мен қазір сендерге дыбысты айтамын. Ол дыбыс дауыстыға жата ма? Не болмаса дауыссызға жата ма? Айтайық, ә? Ш дыбысы. Дауыссыз. Жарайсыңдар, дауыссыз дыбыс. Келесі, О дыбысы. Дауысты. Жарайсың. Келесі, С дыбысы. Дауыссыз дыбыс. Жарайсың, өте керемет. Келесі, Т дыбысы. Керемет. А дыбысын білесің ба? Дауысты. Өте керемет. Аяру, сенің коробыңда О дыбысы белгіленген. Ол қандай дыбыс? Дауысты. Жарайсың, өте керемет. Балалар, біз дауысты мен дауыссызды ажырата екенбіз, иә? Енді біз әліппемен қатар тағы да қандай пәндерді өттік? Тағы да қандай сабақ өттік біз? Математика, иә? Математика сабағын өттік. Математикадан да 3-4 сұрақ қояйық, иә? Келісеміз ба? Енді қолымызды көтеріп қана жауап береміз. Жарай ма? Таймер, отыра тұра, қазір жауап бересің. Жарай ма? 5 қосу 3. Апай, 8. Жарайсың, өте керемет. 20 қосу 20. Жарайсың. 90 азайту 50. 40. Өте керемет. Қалғандарын да қосылып отырамыз, жарай ма? 9 қосу 1. 10. Өте керемет. 100 азайту 20. 100 азайту 20. Керемет. Жарайсыңдар балалар. Қазір балаларымыз дайын болады дегенше кішкене жылынып алайық. Билеп тұрайық. Қайын, тұрайық. Разные писать, не то, что тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей
восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про знакомый, про тире и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой. Нұрхан келіп жақындап отыра ғой. Әліппе ма, математика ма? Әліппе. Әліппеден сұрақтар қойайық, иә? Дауысты, дыбысты қандай түспен белгілейміз? Қызыл. Ал дауыссыз дыбысты? Көк. Жарайсың, керемет. Біз кеше ғана айттық, иә? Дауысты дыбыста қанша дыбыс бар дедік? Ол алфавитте бар екен, иә? 42 дыбыс. Осы 42 дыбыстың қаншауы дауысты дыбыс? Керемет. Дауысты дыбыстарды атап өте аламыз ба? Қай дыбыстар дауысты дыбыстар? Нұрболат атап берші. Жарайсыңдар. Балалар, бізде әліппеде қосарлы дыбыстар бар екен. Олар қандай дыбыстар? Қосарлы дыбыстар. Кімнің есіне түседі? Жарайды, біздің балаларымызда дайын болып қалыпты. Олай болса, бірінші сынып оқушыларының орындауында Қызыл Раушан биін қабыл алыңыздар. Белые розы терпи меня даны, шатунов сүйген ол гүлдер қияды. Ал мен сүйген аруым Қызыл Раушан, гүлім әсем Раушан, жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Бақытқа сенің амарың қызым болса, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Қызыл Раушан, хабардай болған көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бір алған, өзіңсің гүл арман. Ласковый майский, баста кылмас аяулы жастығым майсты. Қызыл Раушан қол бұрған сенсің бағым, сенсің, сенші жаным, жанымды менің жаулаған Қызыл Раушан. Бақытқа сенің бағарың қызым болса, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Қызыл Раушан, хабардай болған көз жазып жүзімді алсам,
жүзіңді алсам өзіңе арайлым бағыммен қараймын жанымды менің жаулаған қызыл раушан шапандай оранды Гүлдер миллиондер мамаларына. Молодцы. Жарайсыңдар балалар, өте керекті болды, я? Келіп орындарында жайғаса қойыңдаршы. Келіңдер. Орындарымызға жайғасамыз. Балалар, әліппесектерді оқуға, жазуға үйретті. Сол үшін әліппеге не айту керек? Ақ-тілек, болашаққа бақ-тілек. Біздерге білім үйреткен әліппе саған рахмет. Бастауы бар білімнің осы сізге қалай не үйретіп не білдік және ортаға салайық. Таныстырған көрнекті әріппен, қош бол менің сүйікті әріппем дей келе, бірінші сынып оқушылардың орындауында хор. Рахмет саған әліппем. Жарайсыңдар, рахмет балалар, орнымызға жайғасамыз. Міне, білімнің бастауы болған әліппемен қоштасар уақытта жақындады. Жас достар, мен сендермен қимай қоштасқалы тұрдым. Бірақ амал қанша, қоштасуға тура келді. Өйткені сендермен ана тілі асығып келе жатыр. Жас достар, бүгінгі думанды кештерім құтты болсын. Осы қуанышты сәтті де мен тағатсыз ғана күткен едім. Егер қатесіз шақтан оқи алатын болсаңдар, мені еру аса қиын емес. Туған елдің
ана тілі бауырым, мына балғындарды саған аманат етемін. Осы балалардың сүйіп оқитын оқулығына айналуына сенімдімін. Менің қолымдағы бұл білімнің кілті. Бұл кілт мендегі білімнің бастамасы ғана болады. Енді бұл кілтті саған аманаттаймын. Оқуда сүйінді болыңдар, еңбекте белімді болыңдар. Оқығандарың есте болсын, күнделіктерің беске толсын. Енді сендердің жолдастарың ана тілі болсын. Қош болыңдар. Рахмет саған, сен берген білімді әрі қарай жалғастырамын. Сау бол. Балалар, ана тілге не дейміз? Қош бол, құтты әліппем. Қош бол, құтты әліппем. Қош бол, құтты әліппем. Қош болдыр әліппе, анандайсың. Жақсы болды біздерге амандайсың. Мен үйренген әріптің құдіретімен дейсің бізге күш болып қаланғайсың. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қош келдіңіз ана тілі. Төлетіңіз. Сізге арналған ән биіміз де бар. Қарсы алыңыз. Тазмұрат Адайбектің орындауында ұстаз ана әнімен бірінші ауыл қоштарының вальс. Рахмет, жарайсыңдар балдар. Өте керемет әңгіме вальс болды. Бүгін міне жарты жыл бойы
бізбен бірге болған, біздің сүйікті оқуымызға айналған ана тіл әліпбимен қимай қоштастық. Қымбатты оқушылар, сендердің еңбексүйгіштерінің және білімге құштарлықтарының арқасында мектептегі алғашқы жеткен жетістіктермен құттықтаймын. Сендер әліпбидің бүкіл әріптерін жаттап алыңдар. Мектептегі алғашқы жеткен жетістіктермен құттықтаймын балалар. Сендер әліпбидің бүкіл әріптерін жаттап алыңдар. Әрі өздерінің тұңғыш оқулықтарын әліпби бойынша оқуға үйрендіңдер. Білім баспалдағына өрлеген сапарларың сәтті болсын деймін. Ата-аналар, сіздерге де үлкен рахмет. Осымен қолдау болып жүргендеріңізге, әрқашанда сөзімді екпей орындап жүргендеріңізге үлкен алғысымды айтамын. Біздің ең алғашқы мерекеміз барлықтарыңызға құтты болсын дегім келеді. Әрі қарайда оқушыларымыздың алар асулары көп болсын. Тек қана жетістіктермен көз қуанышымызға айналсын. Мен өз оқушыларымды өзімнің баламдай әрқайсысын бөлек-бөлек жақсы көремін. Әрқайсының менің жүрегімде орындары бөлек. Сабаққа келген кезде де бірден келіп, аналарында шықтап жөнеледі. Сол кезде бір ауырып келсең де ауырғаныңды ұмытқандай боласың, шыны керек. Балалар, сендердің алар асулары көп болсын. Сабақтарыңды тек қана жақсы оқыңдар. Дипломдар, неше түрлі жетістіктер, алдағы уақытта да сендерді үзбесін. Сендерге рахмет, менің оқушыларым, сүйікті оқушыларым болғандарына үлкен рахмет. Осылай келе, білім ғылымның бастауы болған әліпбині сәтті аяқтағандарың құтты болсын дей келе, дипломдармен табыстаймын. Мұхтар Ақылжан, сені бар ғылымның беташары әліпбині табысты аяқтауымен құттықтаймын. Ақылжан. Ақылжан. Келесі осындай дипломмен Бақтыбек Ибрахим марапатталады. Дәл осындай дипломмен Оразбай Дамир марапатталады. Сабырбай Аңсар. Нұркебаев Абархан. Тасмұрат Адайбек. Оразбай Дидар. Оразғали Алтаев. Қошемет көрсетіп отырайық.
Марат Елнұр. Монетова Камила. Жолдасбай Әсел. Булат Қайылхан. Бекболатұлы Нұрболат. Нұрболатқа алғысым шексіз. Берікқожа Ақтыр. Абдухалик Ержігіт. Бақтияр Нұрхан. Азамат Аяру. Айтилбайұлы Төребек. Балалар, дипломдарын барлықтарына құтты болсын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахметімізді айтамыз.